рахмет. Сыйластық танытып, құрметімізді орнына қойып келіп тұрғандарыңызға. Жақыптағы барып айтатын, Құдай сіздерге қызымыз аманат. Қызымыз Арайдың таңертең сағат 7-де тұрады, сиырларыңызды сауады, тамақтарыңызды жасайды, кірлеріңізді жуады, немерелеріңізге туады. Осы тілегім. Не айтсаңыздар, айтқан сызықтарыңыздан шықпай, құрметтеріңізді орнына қойып, алақандарыңызға салып аялайтын болады. Бақдәулет екеуіне соны білемін. Бақытты болсын. Барекелі, рахмет. Енді құрметті ағайындеке, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қыз беру оңай емес, жүректің бір парасын жұртқа ұсыну оңай емес. Біздің Жазира әпкеміз мінекей толып тұр, қобалжып тұр. Енді кейбір сөздерді мен жеткізе алмауым мүмкін. Асаба ретінде осындай жаңа құдаларымыз отыр, барлық ағайын туыстар отыр, және қызым отыр. Осы қонақтарымыздың көзінше бір өлең оқып берші деп еді, сол өлеңді рұқсат болса оқып берсем. Жылама қызым, құлама қызым, өзіңе қамқор боладау деумен тапсырдым сені құлама қызым. Енді бізден вообще ақша сұрама қызым деді. Рахмет. Әзіл ғой. Келін болған қызымды көріп көңілім бозылды. Қоңырат деген ұл елдің шайын құйып сызылды. Қызыма қимай қараймын, секілді әппақ арай нұр. Қимаймын қалтақ, қимаймын бақытымды сыйлаймын деп тұрған Жазира анамызға бір қошемет қояйық ағайын. Енді рұқсат болса, Арайлым қызымыз енді соңында бір тілек айтамын деп өтініш білдірген еді. Ағайын туысқа, осындағы барлық енді қазір санаулы минуттардан кейін ұзатып саламыз ғой. Келіңіз, Арайлым қызымыздың бір өтінішін алып жүрейік. Қызым, ар намысымның жалауымен ұзақ